Бұл үйде қазақтың екі үлкен азамат тұрған, өнер қайраткерлері, әдебиет қайраткерлері тұрған. Біреуі Еркеғали Рахмадиев, екіншісі осы бүгін ескерткіш тақта қойылайын деп отырған үйінің қабырғасына Кәкімбек Салықов. Еркеғали Рахмадиев ол енді қазақтың аса ірі композиторы, еңбек ері. Кәкімбек қазақтың үлкен ақыны, мемлекет және қоғам қайраткері. Бұл кісінің әндері қазақ даласына кең тарап кеткен, өлеңдері, поэмалары елдің жүрегінен орын алған. Бүгін енді тұрған үйінің қабырғасына ескерткіш тақта қойылғалы жатыр екен. Мына ораза айында құтты болсын дегім келеді. Халыққа қызмет еткен, ұлтына қызмет еткен адамдардың аты ешқашан өшпейді, халқыменен, ұлтымен бірге жасайды. Бұл кісінің адамгершілігі мол болды. Мынау кісілермен араласып, кісілерге ақыл беріп, ол кісі биік болды. Мынау Қазақстанның халқына биік болды. Өте тамаша болды. Бұл кісінің ескерткіші ашылайын деп жатыр. Мына тақта тұрған үйінде. Бұл жайдан жай емес, халықтың сыйлығы.